мен құрметті оқырмандар, 1 наурыз алғыс айту күніне орай алғыс жүректен шығады атты мерекелік шарамызды назарларыңызға ұсынамыз. Уважаемые читатели, дорогие ребята, мы приветствуем вас на замечательном празднике, от чистого сердца благодарны вам. Бұл мереке тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен алғыс айту күні болып бекітілді. Жалпы, қазақ халқы алғысқа өзінің байырғы мән мағынасына терең ой беріп, бойына сіңіргендігі анық. Оның себебі көп. Біріншіден, ислам дінін ертерек қабылдаған қазақ халқы алғыс айтуды әуел бастан әдетке айландырған. Біз осы алғыс айту күнінің мереке себінде күнтізбегімізге енгеніне өте қуаныштымыз. От всей души желаем в этот особенный день много радости, веселья и приятных сюрпризов. Пусть этот праздник остается для всех самым любимым праздником. День благодарности – это дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны, которые плечом к плечу пережили непростые времена и за короткий срок общими усилиями под руководством первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева построили независимый Казахстан. Жылы сөз, қайырымды іс, жақсы ой, кіршіксіз сезімдеріңізді ешкімнен аямаңыздар. Рахмет деген қасиетті сөзді жиі айтыңыздар. Адам алғыс пен ризашылықты естіген сайын жақсылық жасағысы келіп тұратынын естеріңізде сақтаңыздар. Өмірдің әрбір сәтін бағалай білуге үйреніңіздер. Және табиғат анаға, мейірімді күн үшін, көңілді жаңбыры мен ақ қары үшін, жұмсақ ұлпа бұлты үшін, жақын адамдарға қайырымдылығы мен риясыз махаббаты үшін алғыс айтуды ұмытпаңыздар. Праздник весны, единства, доброты, благодарения проникнут духом дружбы и солидарности народов Казахстана. Казахстанцев объединяет дружба и любовь к своей стране. Большое спасибо нашему правительству, что для казахстанцев созданы все условия для учебы, работы. Мы живем под мирным небом, любим свою родину, гордимся своей страной. Алғыс адамның адамға жасаған жақсылығы, көмегі, көңілі үшін ризашылық білдіруі. Сондай-ақ оның ойы мен іс-әрекетіне, жасаған істеріне жоғары баға беру. Ризашылық адамның басқа адамнан көрген жақсылығы, көмегі, көңілі үшін қанағаттанушылық және алғыс білдірушілік сезім. Бүгінгі әдемі көктемнің алғашқы күнінде осы керемет мерекеде анаға және ұстазға деген алғысымызды білдіріп кетсек. В этот прекрасный первый день весны хотелось бы сказать огромное большое спасибо нашим мамам и, ну и, конечно, нашим дорогим учителям. Ана, әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы, ақ сүтін емізіп аялаған, жанында аямаған ардақтысы. Мен ана деген сөзді қанша айтсам да жалықпаймын. Өйткені ол дүниедегі ең ардақты жан. Ана баланы 9 ай көтеріп, толғатып, дүниеге келтіріп қана қоймайды. Оның көзінің қарашығындай қорғап, аялап өсіріп, аяғынан тік тұрғызады. Өмір есігін жаңа ашқан баланың бойына елінің рухын сіңіретін, жылауын қойғызатын ана. Ана баланың амандығын, бақытты, абыройлы болуын тілейді. Бойымыздағы ең жақсы қасиеттер бізге алдымен анадан тарайды. Первый человек, которого мы любим в жизни, конечно, мама. Эту любовь мы проносим через всю жизнь. И сколько бы ни было человеку лет, ему всегда нужна мама. У мамы самые ласковые руки, самое доброе сердце, которое никогда ни к чему не остается равнодушным. Наша благодарность безмерна. Ведь нет меры добру, любви и мудрости, которой вы одарили нас. Ұстаз, келер күннің ұстасы, балалардың қалыптасып келе жатқан дүниетанымының, өмірге деген көз қарасының иесі. Біздердің бүгінгі болмысымыз әліппені жаттатқызып, қолға қалам ұстатқан кешегі ұстаздарымыздың еңбегі. Ендеше, ұрпағымыздың ертең қандай адам болып өсетіні мұғалімдердің бүгінгі еңбегінің жемісі болмақ. Слова благодарности так важны для каждого педагога, но порой их бывает так трудно подобрать. Пусть будет в вашей жизни больше радостных и счастливых дней,
умных и талантливых учеников и поменьше огорчений и бессонных ночей. Спасибо вам, учитель!